Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Ғалымжан, және де бүгін біз телефондағы видеоны қалай монтаждау керек екенін үйрететін боламын. Телефоннан видеоны қалай монтаждау керек екенін үйрететін боламын достар. Сіздер ол үшін KineMaster программасын жазып аласыздар. Оны Play Market'тен жазудың қажеті жоқ достар. Оны сіздер Google'дан жазып аласыздар. Ендеше мен видеомды бастаймын. Сіздер бірінші KineMaster'ге кіресіздер. Сосын сіздерде ассистент по проекту деген тұрады. Проект дегенді баспайсыздар. Сіздер пустой проект дегенді басасыздар достар. Пустой проект. Достар, сосын достар, мына жерде мультимедианы басасыздар. Сол кезде сіздер қалаған видеоларыңызды таңдайсыздар достар. Мысалы, біз сурет қояйық. Біз достар мінекей сурет қоямыз достар. Не достар? Қойдық сурет. Любой өздеріңіз достар еді. Суреттерде қоюға болады достар осындай. Және де мысалы достар, мысалы мына видеоны алып көрейік. Джокер. Достар енді Уолл-стритпен үш жігіт. Достар үшін осындай. Достар, егер сіздер осы видеоны көргілеріңіз келсе, достар, сілтемесі төменде болады. Осылай монтаждайсыздар, және де слойды басып, бұған қалаған суретті қоясыздар. Міне достар, мысалы аватаркадағы суреттерді достар, міне менде де осылай шетінде тұр. Осылай қоясыздар достар, міне өздеріңізге ыңғайлы етіп қоясыздар достар. Бұлайына шеткейде қойып қоюға болады достар. Мінекей мына Джокердегі сияқты осы қоюға болады достар. Сосын достар, мына жерде рукописный текст дейді достар. Мінекей бұл осылай енді сызады достар. Бұлайын достар, осылай енді достар, осындай бояу бұл достар. Бояу. Достар, бұл жерде сіздер енді бұның енді қажеті жоқ шығар деп ойлаймын достар. Қажеті жоқ шығар деп ойлаймын. Достар, енді сіздерге бұның қажеті жоқ деп ойлаймын. Сіздер бұл видеоны қалай қиям десеңіздер, міне видеоның осының үстіне басасыздар видеоның. Сосын достар, міне қайшының сурет тұрады. Міне бұл сол жақтағы қиып тастайды, сол жағын қиып тастайды. Достар, ал бұл оң жағын қияды. Ал бұл болса разрезать в точке. В общем, бұл міне достар, бұл қимайды, ортасынан қияды достар. Бұл ортасынан. В общем, сосын бұл екі видео болып тұрады. Сосын достар, мына жерде эффект қоюға болады достар. Мінекей мынандай эффект бар достар. Мұна эффект қоюға болады, қоймасақ та болады достар. Және де бұны артқа қайтару үшін міне мынаны басамыз достар. Енді осыны басып сіздер достар артқа қайтарасыздар. Осылай достар, енді
Достар, сіздер каналға тіркеліп лайк басыңыздар. Сіздер каналға тіркеліп лайк басыңыздар, мен видеомды жалғастырайын. Және де достар, сіздер мына өз даусыңызды қоюға болады достар. Стартты басып, өз даусыңызды қоясыздар. Мысалы, ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Ғалымжан деген сияқты достар қоюға болады. Аудио. Бұда музыка қоясыздар достар. Сіздер кәдімгі видео монтаж жасасаңыздар, міне осы жерден таңдасаңыздар болады. Звуковый эффект дегендерді басасыздар осыны. Сосын қалаған әндеріңізді скачать ете аласыздар. Мен де интернетті өшіріп қойғанмын. Ал мына жерде сіздердің өздеріңіздің жазылып алған әндеріңіз тұрады достар. Және де енді бұл артқа қайтарады видеоны алдыға, және ал бұл настройкаде видео нарастание үшін достар. Егер сіздер бұны сіздер бұны галереяға сақтау үшін сіздер мынаны басу керексіздер. Сында неге достар, өздеріңіз көріп тұрсыздар. Осыны басу керек. Үш бұрышты нәрсе үшін. Үшінші тұрған мына осыны басасыздар да, сіздер осы жерге, любой жерге сақтайсыздар достар. Галереяға сақтауға болады, ютубқа. Үшін достар, енді мысалы галерея бөлек достар, мына жерде тұр. Бұл жерде сіздер мына осыны аласыздар достар. ютубқа достар, енді бұны галереяға сақтасаңыздар, галереяға сақтап сіздер оны ютубқа жіберсеңіздер, онда сіздер 1280, яғни яқта тұр HD деп 1280 мен 720-ны аласыздар достар. Осыны басасыздар достар. Сондай достар, бұл болса астында солайларды көруге арналған не достар? Неки қараңыздар достар, не осындай. Бұл видеоның соңына жетіп достар, соңына жөнінде алдына достар. Ендеше мен енді ал слой бұл достар, енді эффект сіздерге эффект. Сіздерге бұның қажеті жоқ шығар деп ойлаймын достар. Енді білмеймін, өздеріңіз көресіздер. Ал бұл жерде достар сіздер стикер таңдайсыздар. Мысалы сіздерге егер бұл жердегілер ұнамаса, мынаны бассаңыздар болады достар. Менде интернет жоқ болғаннан кейін бұл менде көрсетпейді. Және достар, мынаяққа текст жазасыздар, өздеріңізге ұнаған. Өздеріңіз текст жазасыздар, сосын текст. Ендеше достар, мен видеомды аяқтаймын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.